Кірпі мен қарғаның хикаясы. Сүлеймен патша кірпі мен қарғаға былай деп бұйрық қылды. Сен, қарға, бар. Бір түнде жер дүниені аралап бір жақсы сайрайтын түрі әппақ құс тап. Бұл құсты үйдің бас жағындағы терезеге отырғыз. Таң атқанда бұл құс мені сайраған дауысымен оятсын. Сен, кірпі, жердің жүзін тінтіп, маған бір жұмсақ нәрсе тап. Бұл нәрсені әкеліп, дәл менің жастығымның үстіне бетіме таяу қой. Құс сайрағанда оянып, басымды бұрғанымда бетім бұл нәрсеге тиісін, деді. Қарға да дамыл таппай жер көкті шарлады. Құс біткеннің даусын естіп, құлаққа жағымды бірін таппады. Тіпті бұлбұл мен сандуғаштың тамылжыған дауысы да құлағына түрпідей тиді. Аққудың өзі әппақ болып көрінбеді. Таңға дейін еш нәрсе таппай дымы құрған қарға таң атқан соң өлемін. Патша әмірін орындай алмадым. Барып, балапандарыммен қоштасып кетейін деп ойлайды. Ұясына келгенде, аш балапандары алдынан шығып шиқылдап қарқылдай бастады. Олардың қарқылдағаны қарғаға сондай жақсы нәзік көрінді. Қараса, өзінің балаларынан әппақ құс жоқ екен. Қарға сорлы қуанып кетті. Іздегенім үйімде екен, деп балапандарын Сүлейменнің сарайына әкеліп терезеге отырғызды. Кірпі де күні-түні бойы дамыл таппай жердің жүзін кезді. Жұмсақ нәрсе іздеді. Іздесе де таба алмады. Ол да шалдығып шаршап ініне қайтып келді. Анасын көріп, мұның да балалары алдынан шығып құшақтайды. Кірпі де балаларын құшақтағанда денесі сондай жұмсақ сезілді. Жердің үстінде өзімнің балаларымнан жұмсақ нәрсе жоқ екен, деп кірпі балаларын Сүлейменнің жастығының үстіне әкеліп қойды. Таң атты. Қарғаның балалары Сүлейменнің сарайында қарқылдап шиқылдай бастады. Сүлеймен, бұл не? Деп терезеге қарай бергенде бетіне тікенектер қадалды. Қараса терезеде қарғаның қап-қара балалары отыр. Жастығының үстінде кірпінің балалары жатыр. Сүлеймен қарға мен кірпіні шақырып алып, мен сендерге ең нәзік үнді әппақ құс пен жұмсақ аңды тауып әкеліңдер деп едім. Сендер не әкелгенсіңдер? Деп қаһарланды. Бұлардың басын кесуге бұйрық қылады. Жазалы болған кірпі мен қарға дат тақсыр, деп Сүлейменге көрген білгеннің бәрін баян етті. Сол кезде Сүлеймен пайғамбардың кеңесшісі Мәзере құмырсқа: «Ау патшам, әркімдікі өзіне балдан тәтті, оттан ыстық, күннен жарық, һәм мамақтан жұмсақ» деген. Қарғаның көзіне балапандары әппақ, нәзік үнді көрінген. Кірпіге балалары жұмсақ болып білінген. Ауыр еті баладан асқан тәтті зат жоқ. Қарға мен кірпіге сауға бер, деп қарға мен кірпіні босатып жіберді. Содан бері ел ішінде қарға баласын әппағым дер, кірпі баласын жұмсағым дер деген сөз қалып.